Дыбыс деген не? Дыбыс адамның сөйлеу мүшелері арқылы шыққан сөйлеу үні. Біз сөйлегенде дыбыстарды қолданамыз. Балалар, сендер апа, мектеп деген сөздерді қалай айтасыңдар? Қане, бәріміз бірге дыбысты айтып көрейікші. А, П, А. Міне, бұл дыбыстар. Дыбысты біз естиміз және айтамыз. Дауысты дыбыс. Дауысты дыбыстар кедергісіз, еркін айтылатын дыбыстар. Ауаның шығуына еш нәрсе кедергі келтірмейді. Дауысты дыбыстар. А, Ә, О, Ү, Е, Ү, О, Ү, И, У. Айтып көрейік. А, Ә, О, Ү. Бұл дыбыстарды айту оңай, кедергі жоқ. Олар дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып екі топқа бөлінеді. Жуан дауысты дыбыс тілдің арты көтеріліп, кең ашылып айтылатын дыбыстар. А, О, Ы. Мысалы, бала, жол, құм, сынық. Жіңішке дауысты дыбыс тілдің алды көтеріліп, жіңішке айтылатын дыбыстар. Ә, Е, Ү, И. Мысалы, гүл, көрпе, тіл, кесе. Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыстар сөйлеу кезінде ауаның шығуына кедергі болатын дыбыстар. Мысалы, Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Ал енді мына дыбыстарды бірге айтып көрейік. П, С, Т, М. Естідіңдер ме? Бұлар дауыссыз дыбыстар. Айтқанда ауаға кедергі болады. Олар өздігінен буын құрамайды, дауысты дыбыстармен бірге айтылады. Дауыссыз дыбыстар қатаң, ұяң, үнді болып, үш топқа бөлінеді. Қатаң дауыссыз дыбыс. Дауыс қатыспай, тек ауа арқылы қатты кедергімен шығатын дыбыстар. П, Ф, К, Қ, Т, С, Ш, Х, Ц, Ч, Х. Мысалы, парта, кітап, тас, шөп. Ұяң дауыссыз дыбыс. Дауыс пен кедергі екеуі де қатысып айтылатын жұмсақ дыбыстар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Мысалы, бала, дос, жаз, жол. Үнді дауыссыз дыбыс. Дауыс өте анық, ал кедергі аз болатын дыбыстар. М, Н, Ң, Р, Л, И. Мысалы, мектеп, нан, ар, гүл, жай. Буын, төл дыбыс. Белгілі бір тілге тән, сол тілдің өзіне ғана немесе негізгі дыбыстық жүйесіне кіретін дыбыстар. Бұл дыбыстар сол тілдің сөздерінде жиі кездеседі және басқа тілден енген емес, сол тілдің табиғи дамуы нәтижесінде қалыптасқан. Қазақ тілінде 9 төл дыбыс бар. Олар Қ, Ғ, Ң, Ү, О, Х,
Мысалы, қазақ, қар. Жағалау, ғарыш. Аң, саңырау құлақ. Өрік, көлік. Күн, күміс. Ұшақ, ұн. Қаһарман, айдаһар. Әтеш, әке. Ірімшік, біл. Айырмашылығы: төл дыбыстар қазақ сөздерінде қолданылады, ал басқа тілден енген дыбыстар, мысалы, в, ф, х, ч, ц, бұлар кірме дыбыстар деп аталады. Деген не? Буын бір дауысты дыбыстан құралған дыбыстар тобы, сөздің айтылу бөлігі. Мысалы, ана, ана, екі буын. Мектеп, мектеп, екі буын. Сөздерді бөліп көрейік. Бала, қала. Әр бөлік буын. Буын дауысты дыбыспен жасалады.